Сәлем достар, менің атым Аңсар. Достар, сендер біле. Сәлем достар, менің атым Аңсар. Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз дастархандағы шай туралы қызық әңгіме айтамыз. Достар, сендер білесіңдер ме? Дастарханда астында төгіліп қалған шайды ішуге болмайды. Ондай кезде шайды жаңалап қайта құяды. Себебі шайтан адамның несібесін қызғанады екен. Ол дастархан басында адамның әр қимылын аңдып отырады екен. Адам байқамай тұрғанда қолындағы ыдысты қағып жібереді. Сондықтан төгілген шай шайтанның несібесі деп саналады. Сондықтан балалар, шай немесе басқа да сусындар жерге төгіліп қалса, оны жаңартып қайтадан құйып ішу керек екен. Біз де енді бұны біліп жүреміз, иә балалар. Балалар, сендерге менің әңгімем ұнаса, лайк басқан каналыма тіркеліп кетіңдер. Келесі кездескенше сау болыңдар, білімді болып өсейік.